Сәлеметсіздер ме достар? Мен сіздерге өз тауықтарымды қысқаша көрсетіп кетейін. Тауықтың жұмыртқасын тамаққа пайдаланамыз, етін жейміз, лапшалаймыз. Енді тауығымызды 2 мезгіл, таңертең кеште жем береміз. Бидай, мысалы, тары, ячмен, нан қоқыстарын беруге болады. Тауықтың тұқымының құнарлығы өзінің жеген жеміне байланысты. Қысы жазы тұқым беріп тұрады. 2 мезгіл балапан басып шығарады. Жазда и күзде. Мен тауықтарым міне. Күзде басқан балапандар да жүр. İnşallah. Жұмыртқаның түсі ақ қоңыр болады. Жай ғана ақ тауықтың жұмыртқасы ақ. Қара тауықтың жұмыртқасы қоңыр болады. Жұмыртқаның айырмашылығы біреуі үлкен, біреулері кіші болады. Ол неге десеңіз, тауықтың жасына байланысты. Бұл тауықтың жұмыртқасы, үлкен тауықтың жұмыртқасы, үлкен жас тауықтың жұмыртқасы кіші болып келеді. Жұмыртқаның жарамды, жарамсыз екенін құлақ тұсына шайқап білеміз. Және тағы бір жолы бар, судың бетіне қалқып шықса, ол көп тұрып қалған жұмыртқа. Міне, жұмыртқаның сыртын жуамыз жақсылап, су құямыз, ол суға 1 қасық тұз салып жуамыз жақсылап. Неге тұзбен суға жуамыз? Себебі бактерия болмас үшін, яғни бактерия өледі. Жұмыртқаның бір жағы доғал, бір жағы сүйір болып келеді. Мысалы, тоңазытқышқа жұмыртқамызды жинағанда сүйір жағын төмен қаратып қойған жөн. Жұмыртқаны шикілеу жеген дұрыс емес негізі. Менің каналыма жазылыңыздар.